Аққу мойын, қыпша бел, аққұба жүз десе, көз алдыңызға керемет сұлулар елестейді. Сұлу десе сұлу. Ендеше қиялыңыздың күл-талқанын шығарайық. Сіз осы сұлулықтың жолында адам сенгісіз құрбандыққа барған ессіздер жайлы не білесіз? Біз сізге тарихта болған ең қауіпті 7 сән трендтерін ұсынамыз. Фонтанж. 18 ғасырдың аяғында парик сәннен қалды. Ендігі кезекте өте жоғары шаш үлгісі сәнге айналды. Мұндай шаш үлгісін фонтанж деп атады. Шашты әртүрлі заттармен өңдеді. Бұндай шаш үлгісін жууға немесе тазалауға мүмкін болмады. Ханымдардың басына ағаш шыбықтардан жасалған жақтау салынып, шілтер, қауырсындар мен гүлдер жабыстырылды. Кейбір сән қуған әйелдер шаштарын сәндеп, кимелерді басына тұрғызды. Бұлай жүру өте ыңғайсыз болатын. Және мұндай шаш үлгісін бөлшектеу де қиынға соқты. Уақытында шашты күтіп жумағандықтан, шаштарда әртүрлі жәндіктер мен паразиттер жиі қоныстанды. Тіпті егеу құйрықтар да болған. Оларды желім сияқты шаштың құрылымын сақтау үшін пайдаланған шошқа майының иісі қызықтырды. Әйелдер түнде кеміргіштерден сақтану үшін шаш үлгісіне торлар қойған деседі. Әдемі мүсін. Бикештер арық көріну үшін корсет киген. Корсет бірнеше ғасырлар бойы әйелдер өмірінің ажырамас бөлігі болды. Тіпті Испанияда белдерін 20 сантиметрге дейін тартқанда, олар оны азаптау құралы деп атады. Белін шамадан тыс қысып тастағандықтан, оттегінің жетіспеушілігінен естен тану және демікпе ұстамаларын тудырды. Корсеттің белді қатты қысып тастауы сырт көзге әдемі көрінетін шығар, бірақ оның іш құрылысының зақымдануы ешкімді, тіпті сол арулардың өзін де алаңдатпаған көрінеді. Осының салдарынан қабырғалары қайысып, ішектері жабысып жатыр, бауыр мен бүйрегі сығымдалып, езіліп, соңы ерте келген өлімменен аяқталды. Бірақ 19 ғасырдың екінші жартысында еуропалық феминистер корсеттерге қарсы күресе бастады. Шлейф. Шлейф неғұрлым ұзынырақ болса, ханым соғұрлым сәнді деп саналды. Алайда ол кезде оба, тырысқақ, сүзек індеттері өршіп тұрды. Шлейфтің астына көшедегі барлық қоқыс жиналып, бұл тауыс құйрығы көптеген аурулардың көзі болатын. Мерекелік көйлектер жылдар бойы жуылмайтын. Көйлек түсі. 18 ғасырдың аяғында Париж жасылы деп аталатын көйлектің түсі сәнге енді. Ол байлық пен салтанаттың символына айналды. Жасыл түс мыс сульфатының ерітіндісіне калий мен ақмешекті араластыру арқылы алынды. Бұл бас ауруы, улану, ойық жараларды тудырды. Мұндай көйлектерде терлеу тіпті қауіпті болатын. Өйткені у денеге сіңіп кететін. Және олар Париж жасылын барлық нәрседе қолданған. Аксессуарлар, балалар ойыншықтарында, ыдыс аяқты безендіру үшін. Сонымен қатар, ауқатты адамдар үйдің қабырғаларында бояған. Соның салдарынан адамдар зардап шегіп отырды. Кринолинді белдемшелер. 19 ғасырдың бірінші жартысында кит сүйегінен немесе зығырдан жасалған кен кринолин белдемшелері сәнге келді. Кен кринолинді белдемшелердің диаметрі 180 сантиметрге жетті. Бұл әйелдер мен ерлер арасындағы қажетті қашықтықты сақтауға мүмкіндік берді. Әрине, мұндай дизайн оны иесіне көптеген қолайсыздықтар тудырды. Есікке кірген кезде отыруға тырысқанда қиындықтар туындады. Жазатайым оқиғаларда көп кездесетін. Белдемшелері өте кем болғандықтан, байқаусызда әйелдер ашық отқа тым жақын келіп, нәтижесінде өрт шыққан. Ал мұндай күрделі құрылымнан тез шығу мүмкін болмағандықтан, байғұс адамдар тірідей өртеніп кетті. Кейде белдемшенің етегі арбаның доңғалағына кептеліп қалып, бұл да өлімге әкелетін. Соған қарамастан, француз сәнгері Чарльз Фредерик Уорттың өнертабысы сәнқойлар арасында ұзақ уақыт бойы танымал болды. Және қанша әйел сәнге құрмет көрсетіп, қайтыс болғаны белгісіз. Қытайда
сан ғасырдан бері әйелдер сұлу көріну үшін аяқтарын кішірейтуге тырысып, оны бинтпен байлап тастайтын болған. Британдық фотограф Джо Фаррелл 13 жыл бойы әдемілігі үшін азап шеккен әйелдерді суретке түсіріп, жұрттың жағасын ұстатты. Қытайлық қыздар табан сүйектерін кішірейту үшін 5 жастан бастап аяқтарын бинтпен орап тастайды екен. Оған қоса, кішкентай аяқ киімдерге барынша қысуға тырысады. Нәтижесінде аяқ сол қалыпқа түсіп, суда өсетін лотос гүліне ұқсап қалатын көрінеді. Бұл дәстүр қазір қорқынышты болып көрінгенімен, 100 жыл бұрын Қытайда қалыпты құбылыс болып саналған. Халық қыздардың 7 сантиметрден аспайтын аяқтарын ең әдемі, ал 10 сантиметрден асқандары онша тартымды емес деп тапқан екен. Қытайдағы аяқты бинттеу дәстүріне мемлекет билігі 1911 жылы заңмен тыйым салған. Алайда ауыл халқы оны 1939 жылға дейін үзбей жасап келген. Бүгінде Қытайда кішкентай аяқты әйелдер өте аз қалған. Олардың көпшілігі 90 жастан асып кеткен әжелер. Қазіргі әйелдер көздерін әдемі және үлкенірек етіп көрсету үшін макияжды және түрлі түсті контактылы линзаларды пайдаланады. Алайда бұрынғы адамдарда мұндай әдістер болған жоқ. Олар қолында бар нәрсені белладонна шырынын пайдаланды. Бұл улы өсімдік есірткі ретінде қолданылған. Италия мен Франциядағы сән әйелдері оның шырынын көздеріне тамызған. Әсері сөзсіз байқалды. Белладонна атауы сұлу әйел мағынасын ашады. Бұл да аз уақытқа болсын сұлулардың сүйікті өсімдігіне айналған. Себебі жемістің шырыны адам көзін ерекше жайнатып, қарашығын үлкейтіп көрсететін. Тек бұның өтеміне еске сақтау қабілетінен айырылып отырған. Мұндай эксперименттер соқырлыққа, галлюцинацияға, кейде өлімге әкелді. Белладонна шырыны 20 ғасырға дейін шарықтау шегінде болды. Ғалымдар соқырлық пен өлім жағдайларын белладонна шырынын қолданумен байланыстырды. Шектегі ішкіш тұрғын. Көптеген сән әлемінің еңбексіз сымбатын сақтауға талпынған сұлулары адам жағасын ұстататын қадамға бара алған екен. Ол үшін өз ішегіне паразит жіпше құрттың жұмыртқасын жіберіп, ішекте қолдан құрт өсірген. Нәтижесінде ішкен тағамның бүкіл құнары адам ағзасына емес, құртты өсіруге кеткен. Ару да арық, құрт та тоқ. Және оны қалаған уақытта алып тастауға мүмкіндік болған. Бірақ өз ішегіңізде ұзындығы 30 метрге тарта шұбалған құрттың жыбырлап жүрген елестетіп көріңізші. Мінекей, әдемі көріну үшін осындай қадамға барған сұлуларды ешкім құтқара алмаған. Себебі қанағатсыздық ешқашанда ешкімге опа бермеген. Алла барлық адамды сұлу етіп жаратты. Сондықтан да барға шүкіршілік етіп, сыртқы сұлулықтан гөрі ішкі сұлулыққа ұмтылып, жүректі иманға толтырып, білім іздеп, көзге ұят, ерінге жылы сөздер мен шүкіршілікті жарастырған жөн болар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ғасырлар өткен соң біздің заманымыздың қандай сән трендтері қауіпті деп аталуы мүмкін? Пікіріңізді жаза кетіңіз.